Бұл күн ерекше күн, өйткені барлықтарыңыз білесіздер, қазақтар, әсіресе қазақтар қыз баланы өте жақсы тәрбие беріп, қыз балаға деген көңілдері, қыз балаға деген ниеттері бөлек болған. Сондықтан барып, осы қыздардан біздің еліміздің алып батырлары, алып үлкен ғалымдары, қаншама белгілі адамдар осы бәрі қыздан, бәрі анадан туған. Сондықтан қазіргі қыздар ертеңгі аналар, бұлардың тәрбиесіне қазақ айтқан қызға 40 түйден тыйыл дегендей, сондықтан бұның қыз балаға әр кезде төрден орын беріп, үстіне барын түгел аямай кигізіп, айелеп тәрбиелеген. Және бүгін қазақтың аяулы қыздарының бірі ұшқыш, Ұлы Отан соғысына қатысқан қазақтың жалғыз ұшқышы Хайуа Доспанованың туған күні. Соған орайластырып, бүгін қазақтың ару қыздарының күні.